Бауырым, темегің бар ма? Жоқ, шекпеймін. Мен темекі шегесің бе, шекпейсің бе деп сұраған жоқпын. Бар ма жоқ па деп сұрап тұрмын. Басымды ауыртпаш. Ей, сен не, крутойсың ба? Я крутоймын. Енді көңілің толды ма? Жолыма тұрма. Бокс, мынан бұқан қара. Бергеш, мүзін сындырайық. Ей, не болды саған, а? Ей, не болды дейді? Жігіттер, қойсаңдаршы болды ғой. Не болды сендерге? Жүр сөйлесейік. Жүр. Алматыға бірінші рет келіп тұрсың ба? Е, Қалай екен Алматы? әлі дұрыста баралаған жоқпын. Кеше автовокзалдың қасынан өтіп бара жатсам, біреулер үш карта ойнап жатыр екен. Қалай кіріп кеткенімді білмей қалдым. Сөйтіп бар ақшамнан айырылдым. Біз Иван екеуміз дедамда ескенбіз. Сократтың әке-шешесі ажырасып, қазір бөлек тұрады. Алматыға не себеппен келдің? Ауылдағы қызым зорлады деп үстімнен арыз жазып, қашып келдім. Бүгін таңертең бір құрылысқа жұмысқа кіргем. Бірақ бастығы кешке келіскен ақшамды бермей қойды. Неге бермеді? Ит біліп пе? Оған бола еңсеңді түсірмем. Оның жазасын ертең береміз. Ақшаңды түгел қайтарып аламыз, уайымдама. Солай ғой, жігіттер. Келістік. Қайтарамыз. Саспа. Көтергене басыңды, күніңді босқа өткізіп педің, тағдырың неге сыр айтты сараң, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған асауды мінілмейді деп, тұлпарды сүрінбейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкім жігені қаш қайтадан гүлдемейді деп. Көтергене басыңды. Көрдің ба? Біздің Сократ тамақты ғана жақсы пісірмейді. Оның үстіне ақын боп барады. Жоға, Мұхтар ағаның өлең емес пе? Иван, Оу. сен қазақшаны қайдан үйреніп жүрсің? Мен мектепте жүрген кезде бастауыш, баяндауыш, етістік, метістік дегендерің басыма кірмейтін. Бірде дос деген сөз басыма кіріп, есімнен шықпай қойды. Содан ойладым, егер күніне бір сөз жатап алатын болса, неге тілді үйреніп алмасқа деп. Кейін күніне бір сөздің жатап отырдым. Осылайша бір жылда 365 сөз үйреніп, қазақша сөйлеп кеттім.